Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын, әрі ашытқы қосылмай жасайтын, бірақ қамыр жұмсақ болып шығатын осындай пиццаның рецептісін бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыз. Ең алдымен айран керек болады. Біз айранды мен тоңазытқыштан шыққандықтан кішкене газға осылай араластырып отырып жылытып алдым. Егер бөлме температурасында тұрған айран болса, оны жылытып қажет емес. Айранды құйып аламыз. Үстінен 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық қант салдым. Осылар жақсылап араластырып, үстінен 1 шай қасық сода салдым. Қазір осы айран мен сода екеуі реакцияға түсіп, кішкене көпіршіп, көтеріледі. Бір араластырып алған соң, үстінен сұйық май қоямыз, 4-5 ас қасық. Жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды жаймендеп шетінен салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде қамырға 700-800 граммдай ұн кетті. Ұнның бірінші сорттығын таңдадым. Жоғары сорттығын таңдасаңыздар да болады. Неғұрлым ұн жақсы болған сайын пиццаның қамыры да әдемі жұмсақ болып шығады. Одан кейін қатты қылып илеп қоймаймыз, жұмсақ етіп илейміз. Сол кезде біздің пиццамыздың қамыры әдемі жұмсақ болып шығады. Жақсылап илеп болған соң пакетке салып 4-5 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін қамырды алып, теңдей етіп 2 бөлікке бөлемін. Бір бөлігін үстіне ұн себелеп отырып, жақсылап жайып оқтаудың көмегімен противенге, яғни формамызға орналастырамыз. Негізі қолмен жайса да болады, бірақ мен процесті тездету үшін оқтаумен көмегімен жайып, табанның үстіне пергамент төсеп, осы қамырымызды жақсылап бір келкетіп орналастырып шығамыз. Екінші бөлік қамырды дәл осылай жасаймыз. Бұл пиццаны үй жағдайында тез жасалатын болғандықтан мен соусына майонез бен кетчуп, яғни не болмаса томатты пастасын қолдансаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып, осы қамырдың үстінен жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жағып, үстіне салмасын саламыз. Салмасына мен колбаса, яғни шұжықпен консервідегі жүгеріні пайдаландым. Салмасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша қызанақ, картоп, немесе тағы да басқа да тауықтың етін, фарш қолдансаңыздар болады. Енді осы дайын болған пиццаны 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Енді осы пештен шыққан пиццаның үстіне үкіштен өткізілген ірімшікті жақсылап бір-бір сеуіп шығып, тағы да 1 минутқа пешке салып аламыз. Сол кезде біздің пиццамыз одан да дәмді болып шығады. Міне өте оңай әрі көп уақытыңызды алмайтын, үй жағдайында жасалатын пиццамыз дайын болды. Дәл осы рецептпен бала шағаңызға жасап беріп қуантыңыз. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп алыңыз.